Маги, қазақша сөйле. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Жаңа Казахи шоуына қош келдіңіздер. Осы шоудың жүргізушісі мен Нұрдәулет Шертім. Ереже бойынша жаңа Казахи шоуында тұрақты үш қатысушы қазақ тілі мен салт дәстүрін сайыстар арқылы үйренеді. Ең белсенді үміткер әр бағдарламаның соңында алтын сөздік мүсіншесін иемденіп, жаңа қазақ атанады. Сондай-ақ әр бағдарламаға жұлдыз эксперт қатысып отырады. Оның міндеті сайысқа араласып, ең үздікті анықтау. Және де біздің қатысушылармен танысып өтейік. Менің ақ шетте отырған сары әдемі домалақ біздің Сергей Закора. Салем Қазақстан, салем НТК, менің атым Сергей. Бүгінгі тақырып туралы орысша көп білемін, өйткені менің отбасымда әже Қостанайда мықты фармацевт. Сонымен әжем үшін келдім. Енді келесі қатысушымыз ол көңіл күй түссе, еңсесі түссе, денсаулығы онша болмай қалса, аққайынды іздеп кететін Беларусь әдемі көрікті қызымыз Таня Турла. Алтынымки, жандарымки, бәріне сәлем. Мен атым Таня Турлай. Мен актрисам. Таня Турлай с белорусского на казахский переводится как нағыз қазақ қызы. Ал енді келесі қатысушымызды таныстырып өтейін. Бұл жігіт енді бегемоттың майымен денесін әбден шыланған, ешқашан ауырмайды. Марселин Камате! Ассалаумағалейкум, жақсы мен жайсандар алашын ардақтары, сол баяр Марсель, сол баяр Тараздың жігіті, сол баяр жаңа Казахи. Әрбір бағдарламаға негізі жеңіс үшін келемін, және де бүгін жеңіп кетемін деп ойлаймын, өйткені бірақ Таня опасный игрок негізі. Қатысушыларымызбен таныстық, енді қонағымызбен танысайық. Жақсылық Қуандықұлы, шапалақ, қошемет, құрмет. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Жақсылық. Мен Темірбек Қаралжүргенов атындағы академиясын бітіргенмін. Сол себепті қазір өнер сферасында жүрмін. Менің басты мақсатым осы жерге келіп, өзіме білім іздеп кету деп ойлаймын. Сол себепті өзім қазақ тілін әлі күнге дейін дамытып жатырмын деп айтсам болады. Әлі де дамытудан шаршамаймын. Сол себепті осы жерге үйренуге келдім. Ал сонымен біздің қатысушыларымыз таныстырдық дайын, біздің қонағымыз дайын, көрермендеріміз дайын бекен. Кән тексеріп көрейікші. Денсаулық зор байла. Демек дайынбыз, шоуымызды бастайық. Осы ойыншылардың арасында жақсылық. Біреусі жеңу керек. Кім жеңеді, осы алтын сөздікті сіз тапсыратын боласыз. Дайынсыз ғой? Дайын. Болды, жақсылап тұрып, мұқият тыңдаңыз. Сергей, бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақша медицина деп аталады. Қошеметтеп, жақсылап қойып. Мен осы тақырып жақсы білем. Өйткені мен енем, оның белі постоянно ауырып жатыр. Менде 3 балам бар. Мен оларды тек қана қойдың майымен емдеймін. Сол, мен осы тақырып жақсы білем. Ендеше бірінші айдарымыз қазақша медицина деп аталады. Қошеметтеп қойып. Қатысушылар, сіздерге арнайы 3 сөз шығып отырады. Сол 3 сөздің біреуі қазақша медицина тақырыбына сай келеді. Сіздердің міндеттеріңіз сол сөзді тауып, батырманы басып айту керексіздер. Сөз мынандай. Қай сөз медицинаға жатады? Алдараспан, адыраспан, жестырнақ. Адыраспан.
Мен негізі Бәрекелді, шапалақ, қошемет, құрмет. Келесі сөз, көрейік, бәрекелді. Таня, денсаулығың бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Денсаулығым зын. Күшті. Сонымен, осы медицина сөзіне без, құйрық май, ақша, қайсы жатады? Медицина әрине ақша көмектеседі. Медицина туралы ақша өте маңызды. Менің ойымша ол құйрық май. Бәрекелді, дұрыс. Ақша да дұрыс емес па? Құйрық май. Құйрық май. Ақша? Ақша? Да, ақша ол медицинада керек емес. Құйрық май емдеу үшін керек. Құйрық Ал май бәрін ақша- емдейді, да? Жұмсау үшін керек. Бірақ құйрық майды алу үшін ақша керек. Құйрық майды алу үшін банкі керек. Келесі сұрақты қояйын. Келесі сұрақ сүрлеу, уқалау, тақыр. Менің ойымша уқалау. Нені оқылау? Уқалау деген ол енді массаж. А, Массаж ретінде, иә. массаж. Ол емдік процесс деп айта аламын. Сонымен, қалай ойлайсыз? Сүрлеу, уқалау, тақыр. Қайсы сөз Менің медицинаға ойымша- жатады? Менің ойымша бұл үш варианттың ішіндегі ең дұрысы уқалау. Жақсылық мырза, ең үздік! Ja. Келесі сөз. Иттің майы, Мальдивы, қазық. Мальдивы? Сіз басыңыз. Иә, мен. Бірінші сен бастың, Мен Таня. бірінші болдым. Сонымен, Таня, қалай ойлайсың? Медицинаға қай сөз жатады? Иттің майы, Мальдивы, қазық. Иттің, где есть май, там денсаулық бай. Иттің майы дейсіз ғой. Иттің майы, да. Келістік па? Шапалақ ұрып қояйық, қошемет, құрмет. Ал келесі сұрақ. Сорпа, махаббат, көпір. Сендер үшінші сұрақ тыңдамай жат, кноп батырман басады екенсің. Таня уже скоро кнопканы сындырады. Мен, бұл менің ең жақсы дәрі. Әрине, ол Ақша. ол ақша, иә. Ол өте ыстық, майлы, күрішпен сорпа. Келсеміз ба? Шапалақ, қошемет, құрмет. Мықты. Келесі үш сөз: ит мұрын, құс мұрын, көлік. Все, уже выиграл. Жеңдім мен сені. Ит мұрын, құс мұрын, және де көлік. Қайсы? Ит мұрын, құс мұрын. Ит мұрын, құс мұрын. Мен ойымша құс мұрын, я. Өйткені құс деген бізде птица. Мұрын, ол оның мұрыны, я. Оның тырнағы. 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 Илеттісі. Мен білмеймін құс мұрын не деген, бірақ мен құс мұрын емдейді деп ойлаймын. Бола ма? Жарайды, құс мұрын деп жатсыздар. Бірақ шын мәнінде осы үш сөздің ішінде емдік сөз ол Ит мұрын, ол шиповник, бар ғой, шиповник. дұрыс айтады, шапалақ, қошемет, құрмет. Ит Мен мұрын. 3 баланың анасын, мен бәрін білем ғой, қалай емделу. Дайындалайық. Сонымен келесі үш сөз: қымыз, күміс, тайлақ. Қалай? Мемлекет мынау енді осы нәрсені шешу керек. Қалай? Даже сұрақты қойып үлгермедіңіз, сіз уже басып қойды. Все, айта бер, айта. Қош. Саған сорпа керек. Маған сорпа керек. Батырманның алдына тұрып алады, Сергей мен Таня екеуі тұрып алады да, басайын десем басқызбайды. Нұрдәулет мырза сұрақты әлі бастап үлгерген жоқ. Басып тастайды. Қалай женеміз сонда, біз қалай сұрақтарға жауап береміз? Қымыз, күміс, тайлақ. Жоқ, айтпай бер. Айта бер. Мен білмеймін. Сонымен, Таня, кім басты? Қымыз ша? Сергей, сен бастың. Сонымен, қалай ойлайсың? Мен бастым ба? Қымыз, күміс, тайлақ. Мен ойымша күміс ол Емдік қасиеті бар. Емдік қасиеті бар. Бірақ емдік қасиеті бар. Қасиеті бар. Ол судың ішінде суды керемет
жасайды. Сол сияқты. Бірақ менің ойымша ол қымыз, өйткені қымыз ол даже пандемияда адамдарды емдеген. Иә. Қымыз Солай ма? ол біздің нағыз қазақтың сусыны, Емдік сусын. емдік су. Я өмірде қымыз ішемін, алкогольді ішпеймін, тек қана қымыз ішемін енді. Қостанайлық қымыз ішемін, сондықтан қымыз емдейді деп білемін. Қымыз ол Келісеміз біздің ба? күміс. Бәрекелді. Не деген керемет жақсы жауап. Бәрекелді. Қымыз. Шапалақ ұрып қояйық, қошемет құрмет. Шұбат, сауна, ысырап. Қайсы медицинаға жатады? Шұбат, сауна, ысырап. Жақсылық, сен қалай Сергей мырза. Жарайды, Сергей. Сергей мырзаның. Рахмет, мен жақсылықпен саунаға барам. Сол жерде жақсылап емдейміз. Сол жерді жақсылап емделеміз дейші. Мен ойымша ол сауна. Сауна. Иә, бірақ шұбат тоже емдейді, бірақ сауна көбірек емдейді. Сонымен сеніңді ұсынысыңды Негізі тыңдап бізде көрейік. бүгін тақырып Медицина. қазақ тіл Медицина. медицинасы. Иә. Ол қазақ тіл медицинасы болса, онда сауна қазақтардікі емес қой? Шұбат қазақтардікі. Бәрекелді. Келесі сөз. Ет, өт, кет. Кет. Әрине ет. Етпен емдейміз бәріміз. Қазақша ет тойда, үйде. Ет, әрине, қошемет құрмет, ет. Осы тапсырманың соңғы сұрағы. Бата, сопақ, күрек. Вообще мүмкіндік беріп атқан жоқ басығы. Сосын. Сонымен Таня, өте жылдам екен. Өте жылдам. Өте жылдам. Айта бер. Қалай ол қазір ереже бұзамыз ғой? Марсельдің жолы жеңішке. Керек болса айта бер. Жоқ, Марсельдің жол жіңішке емес, Марсельдің жолы бұйра. Или қара. Айта берейін ба? Айта бер. Жақсылық мырзам, айта бересіз ба? Жоқ, айтыңыз. За мой счет деген. Жақсы, сен айтпашы. Қалай ойлайсың? Бата, сопақ, күрек. Енді менің ойымша біз батаменен біраз жерге дейін жеткен халықпыз. Сол себепті мен батаны таңдар едім. Себебі мен сопақ дегенді тікелей мағынада түсініп тұрмын. Сопақ дегенді. И күрекпен енді емделе қойған жоқ. Ешқандай қазақ, ешқандай адам. Бата, шапалақ, қошемет. Рахмет. Бәрекелді. Жақсылық, енді осы тапсырмада қайсы жеңімпаз атанды сенің ойыңша? Менің ойымша, үшеуі де мықты ойыншылар. Үшеуіңізге қарап қатты риза болып отырмыз. Көңілім толып отыр, иә. Қыздың жолы жіңішке, еждің жолы ірі деп ондай жоқ. Жоқ, бұл жерде Біреу ашық. қара, біреу сары, ондай да жоқ. Біреу массаж жақсы жасайды, біреу массажды қатты жасайды, ондай да жоқ. Тек шындық. Бұл жерде тек қана менің ойымша бірінші сайыста Таня ханым жеңген сияқты. Бүкіл салт дәстүрдің бәрін біліп, қазақи қандай емдеу керек, қалай емдеу керек екен бәрін біліп отыр. Және де сол тәжірибесімен бөлісіп отыр қасындағы адамдармен. Тіпті даже кейбір сұрақтардың жауабын мен білмесем де, Таня ханымнан естіп, риза болып отырмын. Онда бүгінгі тапсырманың бірінші жеңімпазы Таня! Келесі айдарымызға өтейік. Ол дім білмес айдары. Әрине оның жүргізушісі Евгений Шварнев. Салмас. Шворнев. Шворнев, я. Так. Ага. Сал. Сал. Ага. Сал болыңыз. Евгений, Женя, Айнана. Шворнев. Шворнев. Аха. Қалай ойлайсыз енді? Ойлайсыз ғой енді сізді. Мына бүгін медицина тақырыбына байланысты не білесіз?
фамилиясы білмес жүргізуші, иә. денсаулық, денсаулық бір. мол бақыт, ашық аспан. 5. 5 сөз. Жарайды, бірақ сонда да саған осы медицина жайлы көп сөз үйрену қажет сияқты. Сонымен, бүгін не дайындап келдің? Көрейік. Иә, мінекей. Дәрігерлер. Дәрігерлер, иә. Иә, дәрігерлер. Сияқты мен. Жақсылық мырза. Мынау біздің Евгений мырзамыз. Бұл енді өзінің қазақшасы өте әлсіз болғандықтан, өзінің мимикасымен, ой өрісімен, іс қимылымен қазір осы біздің тақырыпқа байланысты дәрігерлерді айтып отады. Ал біз соны табуымыз керек. Жақсы. Түсінікті қой? Түсінікті. Олай болса бастайық. Сонымен ең бірінші сөз. Қалай? Орысша сөз, керемет. Аха. Ал? Өте оңай. Өте оңай, көрейік. Жақсылық сізде қатысаңыз болады. Болды. Апшы! Кім? Ал, көрермен қалай ойлайсыздар? Кім бірінші басты? Жақсылық па әлде Сергей ма? Сергей, ал жарайды сізден бастайық. Көрініп тұр ғой, вот. Иә, көрініп тұр. Айта бер. Апчки ол аллергия, дұрыс па? Дұрыс емес, но дұрыс. Емдейтін дәрігер ол аллерголог. Бабала, қошемет, құрмет. Аллерголог. Ал, келесі сөз. Екінші. В общем, тамақ болмайды. Ай, ё-моё, красавец. Мынау Не знаешь, да? тамақ болмайды. Так? Мен күйеуіме солай айтам. Ол диетолог. Дәрігері. Не деген керемет. Ал, келесі сөз. Ол маған керек қазақша. Кім Ну, керек? это в общем, да. Сөйлеуге, вот Марселен сияқты кішкене. Былай, типа, қана... Все, түсіндім, иә. Саған логопед керек. Логопед. Дұрыс па? Келесі сөз көрейік. Сендерге керек, е? Иә, келесі сөз. Женя, саған тілеголог керек, тілеголог. Тілголог, Тілголог, иә, тілголог. Ой, бай. Түсінікті ғой. Так. Қалай көрсетеді екен біздің В Женя? общем, вообще... Мен білем, акушер ма? Жоқ. Жүрегім керек. Кардиолог екен ғой, блин, ладно. Енді айта бер. Кардиолог десең, жоқ. Дұрыс, шапалақ, қошемет, құрмет. Кардиолог. Ал, келесі. Ол стоматолог. Не деген мықты. Менің апкем стоматолог. Сонда сөйлескенде дызылдай ма саған? Кешіріңіздер, стоматолог, қазақша стоматолог бола ма? Или тіс емдеуші? Тіс дәрігері ма? Тіс дәрігер, да? Қалай болады? Ал енді соңғы сөз дайындаламыз. Өте қиын. Актоз ауырып, мысық ауырып. Давай. Рахмет. Итог қателеспасаң, иә? Кім? Әркім өзіне қандай емші керек соны тауып отқан сияқты ғой, сонымен. Менің ойымша, ит ауырған кезде, мысық ауырған кезде, оны міндетті түрде ветеринарға апару керек. Иә. Сол себепті сіз ветеринарды айтып тұрсыз. Иә. Келсеңіз ба? Дұрыс. Бәрекелді. Осымен бүгінгі дін білмес айдарымыз аяқталды. Женеға үлкен алғысымыз. Ешқашан ауырмаңыз. Әрқашанда осы дәрігерлердің сөздерін міндетті түрде жаттап жүріңіз. Сізге керек болады. Баршаңызға мархабат. Ал дін білмес айдарында жақсылық қалай ойлайсың? Кім жеңіске жетті деп ойлайсың? Бәрі өте күшті белсенді болғандықтан. Иә.
бәріне бірдей ұпай беретін едім, бірақ бір ұпайды көбінесе Сергей мырзаға. Бәрекелді! Сергей! Ал енді құрметті көрермендер, келесі айдарымызды бастайық. Қошемет, құрмет! Келесі айдарымызды бастаймыз. Келесі айдарымыз Нұрдәулет денесі Стенка деп аталады. Қазір мен сіздерге осы карточка арқылы сөздерді айтып тұрам, көрсетіп тұрам. Сіздер сол сөздер осы Нұрдәулетке қайсы қатысты, соны көрсетіп тұруыңыз керек. Бұл жерде көрдіңіздер ғой, бір емес, екі Нұрдәулет, біресі анау, біресі мынау деген сөз. Сонымен, ал бірінші сұрақ мынандай. Кезек-мезек. Кезек-мезек? Әлде бірінші кезек-кезек, әлде кезек-мезек? Давай, бірінші жақсылық баста. Жақсылық. Иә. Бірінші жақсылықтан бастайық дейсің ғой. Жақсылықтан бастайық, бәрі жақсы болады ғой бізде. Жарайды, не деген тапқырлық, шапалақ, қошемет, құрмет. Ал бірінші сөз. Аяқ. Ой, даже мен білем ғой ол. Аяқ? Ол аяқтар. Аяқ. Аяқ, қайсы? Оң аяқ. Оң аяқ. Иә. Оң аяқ. Бәрекелді, шапалақ. Келесі. Қол. Так, онда ойлану керек сәл. Мынау. Оң аяқ. Мынау Оң қол. Оң қол. Келісеміз ба? Келісеміз. Оң қол. Құлақ. Бір Ай, истеваться. Жайра ұрсайшы. Сонымен оң аяқты көрсетті, оң қолды көрсетті. Бұл? Құлақ. Оң жақ, оң құлақ. Оң жақтағы құлақ. Әр ғой, е? Рай. Шапалақ, бәрекелді. Бел. Бел дегенде енді Мәкеңнен көмек сұрасам деп отырмын. Неге? Сіз қатысып ғой. Мәкеңнен көмек сұрауға бола ма екен? Бел, не ол, мен білмеймін. Бел. Мен де білмеймін. Бел ғой? Бел, да. Бел білетін сияқты, да? Белдік жақ. Мен только ушақта белді білем. Онда дұрыс айтады, онда бел осы жер еді. Ол ма? Осы бел. Сол ма? Белдік. Белдік, сол, белдік. Содан шыққан сөз, белден шыққан. Бел. Белдік. Все жазыпты. Белдік туралы мақалдар да бар, білесіздер ғой? Ушақта барған кезде мен белбеу деген сөзді естідім. Бірақ бел деген сөзден шығады деп ойламаппын. Не бел кетеді, не белбеу кетеді дейді. Бұл жерде не бел, не белбеу. Мен ойымша бұл жерде белбеу кете салсын, иә? Бел кетпей қойсын. Шапалақ ұрып қоя, қошемет, құрмет. Шаш. Шаш дегенде бәрі білетін сияқты. Өте қиын сұрақ, өте қиын. Шаштың өзі ең жоғарыда бар болса. Әдемі, әдемі. Біздің Нұрдәулетке шапалақ ұра берейікші. Осындай жаста... Осындай шашпен жүрген, иә? Иә, шашпен жүреді ол, пока что. Нормально. Молодец. Шашы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жақсылық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сонымен ауыз. Иә. Енді ауыз туралы бір мақал айтып жіберсеңіз өзіңіз, сол арқылы табайын. Ауызбен айтайын ба? Ауызбен айтыңыз. Ауызда тіс бар адамдар ешқашан қартаймайды. Кермен. О, Шермен, айтып отыр. Көп түкірсең көл болады дейді. Солай ғой? Демек ауызбен айтып тұрмын. Көрдің ба? Ол ауыздан шығады ғой. Айтылған сөз атылған оқпенттен. Демек ауыз. Шапалақ ұрып қояйық. Ал енді ең соңғы тіс. Тіс, керемет.
тіс туралы бір мақал мәтелді, может, Таня ханымнан сұрап көреміз. Сіз өзіңіз айтып жібересіз. Жоқ, енді тіс туралы сізден бір. Давайте, мақал мәтел. Тіс туралы мақал мәтел. Сенде тіс болса... Ешқашан қайта алмайсың. Сенде тіс болса, и ақша болады. Стоматологқа. Әпкесінің номерін жазып алып. Негізінде енді... Тіс болса, бақытты боласың. Тіс туралы негіз мақал мәтелдер көп, өте көп. Соның біреусі ағаларымыз көп айтады. Білем. Ауырмайды тістер, ауырмайды. Тіс тас жарады. Егер ол қара болмаса, ауырмайды. Тіс тас жарады. Тас жармаса бас жарады. Дұрыс па? Дұрыс, е? Дұрыстау. Дұрыстау, е? О жерде тіс емес, о жерде тіл. Тіл. Какая разница? Бізде африканецтарда тіс и тіл бір ол. Иә, мүмкін ол 90-ға келген шал дейсің ғой, тісі жоқ. Соғы? Иә, негізінде жаңылыспауымыз керек. Жаңылысқан адам тістен кетеді, тістен кетсе тілден кетеді. Ең бастысы, жақсылықсың мырза, сіздің тістеріңіз вообще мықты бомба, пушка, петарда бар ғой. Алтын сөзді, алып кететін сөздер, алтын сөздер. Ал енді, мына қолымыздағы көмекші таяқты Сергейге берсек, Сергей енді ойын қысып қойын деп тұрған сияқты. Сонымен, Давайте. келесі сөз, ол... Келесі сөз, ол төс. А чё, тыс деген сөздер жоқ па уже там? Шаш деген сөз, аяқ деген сөз жоқ па уже? Бар. Бірінші төстен өтіп олай. Төс, менің ойымша, ол бұл жерде где? Төс деген не төс? Сен күйеу бала болғасын ба? Төс жегізеді. Күйеу бала. Күйеу бала, мен ба? Жених. Иә, мен... Күйеу баласы? Менде әйелім бар, иә. Күйеу баласы. Қызым бар. Күйеу балаға не асатады? Не береді? Не сыйлайды? Қонақ бұл бірінші келген кезде? Білмеймін, мен қазақ емеспін, бізде ештеңе бермейді. Ал қонақ болып келдіңіз. Жақсы, сен түсіндіріп жіберші. Төс деген не? Сіз біздің қонақ болып келдіңіз, сізге көрсетейік. Болмаса қазір айтып салайын. Күйеу бала қыздың үйіне барған кезде, оның ата енесі олаған күйеу баласына төс асатады. То есть төспен құйрық майды біріктіріп, соны күйеу баласы жеу керек. Төс. Төс деген, получается, мына жақта кеудеде орналасқан. И құйрық май екеуін біріктіріп, екеуі бақытты болсын деп. Төс қағысу деген дәстүрі. Төс қағысу деген бар. Мен просто тойларды жүргізем, енді төс қағысу, ал оказывается, вот мне төс, я? Қалай төс деген сөзді білген жоқпын. Тойда төс қағысу деген салт дәстүрі әрқашан жүргіземін. Бірақ енді мен төс қай сөзден шығады деп білгенім. Бәрекелді, ал келесі сөз. Ол хотя бы мынаны мен білем. Білесің ғой? Ол мына бүкіл жері бас деп айтады. Деп аталам. Қай жері? Вот. Қышты батсын. Жарайды, бастың арасында қыштып жатсын деген сөзді үйреніп алсын. Қыштып жатыр деген қалай сөз түсінесің? Қыштып жатыр? Білмеймін. Қыштып жатыр. Қышып жатыр. Раскалывается ма? Қасы жібеш? Қыштып жатыр. Біледі екен ғой шапалақ қошемет бұрне. Енді жаңа казахи бұл өте образовательный шоу ғой. Иә. Сонымен келесі сөз өте оңай. Мұрын. Жаңа сен айттың ғой, аяқ, қол, сондай сөздер жоқ па деп.
Иә. Мінекей. Ит мұрын деген сөз уже было бізде. Бірақ ол Нұрдәулеттің мұрыны мынау. О! Дұрыс. Ал енді келесі сөз. Көз. Көз. Сіздің көзіңіз өте әдемі. Енді олар бұл жерде орналады. Көздер. Көз туралы қандай Көз мақал демейсің. білеміз? Жақсылық қалай ойлайсың? Қандай көз туралы? Көз тимесін, айтпақшы. Жоқ, мен білем. Ал сонымен Кәс. көз төртеу болса, төбедегі келеді. Көз тимесін, ладно, білмеймін. Көзден кетсе, көңілден кетеді дейді, иә? Көзден кетсе, Көңілден. көңілден кетеді. Шапалақ, қошемет, құрмет. Мінекей, құрметті көрермен, осы айдарымыздың мәресіне де жеттік. Мінекей екі ойыншымыз жақсылап тұрып ойнады. Енді бағасын берсеңіздер. Мен қазір сіздердің қошеметтеріңіз арқылы бағалайықшы. Бұл жерде енді бағалайтын өзі ойнап жатқаннан кейін міндетті түрде біреуіміз бағалауымыз керек. Сол себептен көрермендер, көмектесіп жіберсеңіздер. Сіздердің шапалақтарыңыз арқылы бағалаймыз. Сонымен ең бірінші ойынды бастаған Жақсылық. Не деген овациялады. Бойдақ қой енді. Екінші ойынға қатысқан Сергей. Бәрекелді. Сұрап алып жатқан сияқтымыз, бірақ сонда да әрқайсының еңбегін бағалайық. Бұл жерде жеңіске жеткен Жақсылық, қошемет көріңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, келесі айдарымызды бастаймыз. Келесі айдарымыз кім соңғы деп аталады. Ол ойынға Марселен және де Жақсылық қатысады. Келіңіздер, қошеметтеп, шапалақтап қойық. Face to face. Face to face. Жаймендеп, келейік. Қорқпаңыз, братан. Жоқ, қорқытпаңыз, братан. Мынаның күлкісінің өзі ашулы болып көрінеді екен бар ғой. Ашуланса не болады екен деймін да. Соғы. Ал, сіздерге бітеміз. Қазір мінеке, кім соңғы деп аталады бұл ойын? Мен сіздерге қазір алфавитте өздеріңіз білесіздер 42 әріп бар. 42 әріптің бәрін жасыратын болсам, бүгінгі күннің өзі жетпейді. Сол себептен де А әрпінен басталып, З әрпіне шейін кім соңғы деген сөздерді құрап айту керексіздер. Бірақ сіздер елестетіңіздерші. Дәрігерге кіру керексіздер. Міндетті түрде. Дәрігерге кірейін десеңіздер, алдында кезек өте көп. Очередь көп. Бірақ сіз кіріп кетуіңіз керек. Алда ата бар, апа бар. Неше түрлі ауыр аяқ жүкті әйелдер бар. Качок, деу! Мен сияқты бір тақырбас біреу бар. Кезекте бәрі тұр, бірақ сендер кіріп кету керексіңдер. Мен әріпте кезек-кезек айтам, а сіздер сөзді жалғастыру керексіздер. Ол өзімен өз сөз болып қалмау керек. Сөйлем болып кету керек. Сөйлем болып кету керек. Сөйлем болып кету керек. Жақсы. Экраннан шығып отырады, қараңыздар. Сонымен бірінші сөз А. Марселеннің сенен бастайықшы кәлек. Айбай, ауыттырдым. Кіріп кетейіз. Ал. Так. Ә әрпі. Әтештер кіріп кеткен ба мына жерге? Нен дауыс шығып жатыр мына жақта? Қалай? Әтештер кіріп кеткен ба деймін мына жерге? Бір не то дауыстар шығып жатыр. Әтештер кіріп кеткен ба қалай түсінуге болады дейді. Б әрпі. Жоқ. Білмеймін. Басым ауырып жатыр. Барайыншы өтініш, пожалуйста. Барайыншы өтініш. Сонымен В. Валюдол беріп жібере салсақ болмай ма?
валюта алып жіберсек болады ма? Валидол. Валидол? Валидол? А ол не? Әркімге әртүрлі естіледі екен бар ғой. Волейбол? Мынау волейбол дейді. Сен валидол дейсің. Мен валюта дейсің. Баскетбол ма? Сонымен? Дәрі. Валидол. Валидол жібересіз. Сонымен Г. Жоқ, мен Г. Айта бер. Біз білеміз. Гемоглобин түсіп кетті, сол дәрігерге. Тез кіріп кету керек екен. Валидол көміспейді оны. Да, гемоглобин түсіп кетті дедің бе, не дедің? Гемо. Ғалымдар енді сол үшін валидол шығарды ғой, валидол іште кете берсек енді. Очертта тұрмыз ғой мына жақта. А, Б, Г, Д, Г, да? Г, сол. Да, мен айттым ғой. Ғалымдар уже валидол ойлап тапты, соны іште кете бер. Біз мында очертта тұрмыз. Ғалымдар валидол ойлап тапты, соны іште кете бер. Д. Дәрі керек емес, дәрігер керек ма? Ай, бәрекелді! Келесі. Сонымен Е. Емдемейді сен дәрігер. Дәрін іште кете берсек. Йо. Маю. Или елки-палки, брат, кіріп кетейінші дедім ғой, кіріп кетейін. Ж. Жалғыз емесің ғой мұнда. Очерт қаншама отыр. Дәрін іште кете бер деп тұрма мен саған. Болды кетсейші енді. Ж деген, мен жындырмын, кіріп кетейінші бәрі неге ғой. Соңғы, осын сөзді сен айтсаң кіресің, айтпесе кермейсің. Жақсы, родной. Зу етіп кіріп шығам, зын болады бәрі. Онда зу-зу етсен өтіп кеді онда. Бәрекелді шапалақ! Рахмет! Жақсылық рахмет! Кәнеки орындарымызға жайғасақ, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Жақсылық, қалай ойлайсың? Әрине, бұл өте оңай болған жоқ. Енді сіздің Марселен көңіліңізден шықты ма? Иә, керемет. Өте ақылды. Қазақ тілін керемет біледі екен. Мен ойлағаннан да жоғары. Тіпті менен де көп біледі деп айтсам да, таңғалмайтын сияқтымын өзім. Не емес, артық емес дейсің. Артық емес, иә. Бәрекелді. Жақсылық, біз басында ойынның барысында айтқан болатынбыз. Мына ойынның соңында алтын сөздікті осы 3 қатысушының біреусіне беруіміз керек. Жақсылық, қалай ойлайсың? Бұл жерде қыз бала екен, түрі қара екен, анау интеллигент екен деген сияқты оның бәрін қою керек. Сонымен? Міне қараңыздар, бұл жерде өте керемет, қандай әдемісіздер, қандай ақылдысыздар, сондай харизмалар қандай, өте керемет. Мәке, супер, вообще күшті ойнап шықтыңыз. Ойдағыдан керемет болды. Үшеуіңізге де бірдей ұпай бердім деп те айтсам болады, бірақ енді қаншалықты біз көңілге қарамасақ та қазақ болғандықтан біз әрдайым қызды сыйлап өтеміз ғой. Әрдайым. Сол себепті қыздың жолы жіңішке деген ол қазақтардың жүрегінде әрқашанда қалатын сияқты. Сол себепті мен бұл алтын сөздік жеңімпазды Таня ханымды ортаға шақырып... Таня! Не деген керемет, Таня! Енді біз өзіміз қазақ болғандықтан біз қыздарды құрметтейміз ғой. Алға қоямыз, сыйлаймыз, сол себепті. Бәрінде бір-бір ұпайдан болғандықтан мен Таняға жеңісті беруді дұрыс деп есептедім. Ой, мен қобалжып отырмын қазір. Мен таңғалдым ғой. Менше бүгін Сергей жеңді, Марселен жеңді. Мен бүгін просто әдемі болдым ғой. Бүгінгі бағдарламадан мен керемет әсер алдым. Күшті. Жақсылық мырза, ол өте керемет актер, ол маған жеңіс берді. Мен өте қуаныштым. Сол. Бұл бәрі мен батам ғой. Уже 4-ші бағдарлама батаны алып кірем, аумен деп айтам, және де Құдай бір маған сондай ой береді. Бүгін Таня ұтатын сияқты. Таня ұтып кетеді. Білім, мені өзіме емес, мен бәрін Құдайға тапсырып қойғанмын ғой. Солай болды енді. Таняны шын жүректен құттықтаймын. Азамат қыз екен.
Тоздың? Рахмет сізге, рахмет. Ал, Таня, қолыңды дайындай бер. Массажға. Жақсылық мырза, келіңіз. Рахмет. Енді сіз мен үшін ең үздік актер. Қазақстанда емес, әлемде. Рахмет. Қолдап қояйық, қолдап қояйық. Ай, бәрекелді. Мінекей, құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Ешқашан ауырмайық, денсаулықтарымыз мықты болсын. Бақытты, берекелі, ырысты, бай, қуатты болыңыздар. Келесі кездескенше!